Барлықтарыңызға сәлем достар, Нұрлы Ток әлеміне қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Нұрлы. Достар, мен ұзақ уақыт бойы видео түсірмедім. Өйткені сабаққа байланысты, тағы да басқа жағдайларға байланысты. Мен өткен жолы видео салған кезде дыбыссыз салған болатынмын. Ал менің түсінгенім, яғни сіздерге дыбыссызға қарағанда менің өзімнің сөйлеп түсірген видеоларым ұнайды екен. Сондықтан да қайтадан өзім сөйлеп жаңа видео шығарып жатырмын. Енді сіздерге үнемі видео салуға тырысамын, және сіздерден де маған көмек ретінде арнаға тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Ал бүгін бізде жаңа видео, олай болса бастайық. Шайыңды іше ғой, қызым. Рахмет, анашым. Айтпақшы, анашым, біздің мектепте көктем ары өтейін деп жатыр. Ал менің оған киетін көйлегім жоқ. Қызым, енді білесің ғой, әкеңнің ақшасына біз үйге азық-түлік алып отырмыз. Ал қазір көйлектер қымбат қой. Одан да өткен жолғы киген көйлегіңді кие сал. Үнемі осы ғой. Алдыңғы жолы да солай істегенбіз. Тым болмаса осы жылы жаңа көйлек алақшы. Қызым, енді түсінші. Менің ақшам қазір тек үй жағдайына ғана жетеді. Ертең екінші жұмысқа шыққаннан кейін барлығын аласың. Анаңның айтқанын істей бер. Мен шай ішпеймін, рахмет. Қызымыз ренжіп кетті. Айтпа. Енді бізде оған жаңа көйлек бергіміз келеді. Бірақ ақша жоқ болса не істейміз? Енді бірдеңе етіп көндіріп көр. Мен жұмысқа кеттім. Жақсы жолың болсын. Сәлем, қыздар. Сен неменеге келдің? Енді қазір дене шынықтыру ғой. Енді сен ешкім шақырмады ғой. Жақсы, осында отыра берем. Қыздар, жақында көктем ары өтеді ғой. Мен оған өте керемет көйлек алып қойдым. Айтпа, менің де көйлегім өте әдемі. Тура ханшайымның көйлегі сияқты. Бірақ мен көйлек кигім келмейді. Айтыңдаршы, маған өзі көйлек жараса ма? Саған спорт кигенде ғана жарасады. Ал сен қатысасың ба? Сен де ұстайтын адамнан сұрапсың ғой. Бұл қатыса ма? Тіпті киетін көйлегі де жоқ шығар. Айтпа. Жоқ, мен де қатысамын. Сен бе? Әлде көктем арғаны мына киіміңді кимексің бе? Жоқ, мен де жаңа көйлек алып қойғам. Қызым, не болды? Неге ерте келдің? Қызым, не болып қалды? Біреу тиісті ме? Мен көктем аруына қатыспаймын. Неге, не болып қалды? Қалай қатысамын? Киетін көйлегім жоқ. Оның үстіне сыныптағы қыздар, сен қатыссаң да жеңілесің. Сенің көйлек алуға ақшаң жоқ деп мазақтады. Осыдан кейін қалай қатысамын? Онсыз да жеңбейтінім белгілі ғой. Қызым, сен олардың сөзіне мән бермесеңші. Анашым, қалай мән бермеймін? Олар маған айтпаған сөзі жоқ. Өздері өте әдемі, ханшайымның көйлегінде көйлек алған. Олардың жеңетіні белгілі. Ал мен басым салбырап алдыңғы жылдағыдай үйге қайтам. Тым болмаса бірақ көйлек алып бере алмайсыздар ма? Қызым, жыламашы болды. Жарайды, әкең келгеннен кейін ақылдасамыз. Керек емес, мен қатыспаймын. Мен жалғыз қалғым келеді. Жарайды. Ой, мына да ыңғайсыз болды ғой. Тым болмаса бір жастық болғанда.
Жастық па? Бұл қалай пайда болды? Бәлкім анашым әкеліп тастаған шығар. Қайырлы таң, анашым, әкешім. Қайырлы таң, қызым. Саған айтарымыз бар, отыра ғой. Не болып қалды? Маған көйлек әперетін болдыңыздар ма? Қызым, енді біз сені қатты жақсы көреміз. Және сенен ештеңе аямаймыз. Мәссаған, маған алып беретін болдыңыздар ма? Рахмет, анашым, әкешім, сіздерді қатты жақсы көрем. Қызым, біздің айтқымыз келгені, біз саған көйлек әпере алмаймыз. Қалай сонда? Анашым, сіз әкеммен сөйлесем дедіңіз ғой? Қызым, енді менің жасайтын жұмысымның айлығы аз. Оған біз азық-түлік алып отырмыз. Сондықтан көктем аруына сен қатыс. Бірақ бұрынғы көйлегіңді киіп қатыссаң болады. Біз сені өзіміз қолдаймыз. Ең бастысы, біз сені қолдаймыз. Әрқашан жаныңдамыз. Жарайды. Бірақ та мені сыныптағылар мазақтайды ғой. Қызым, сен оларға мән берме. Олар айта береді. Бәлкім олар сені көре алмайтын шығар. Қалай көре алмайды? Көктем аруына бұрынғы көйлегімді киіп қатысайын деп жатырмын. Қызым, қойшы енді. Бізді де түсін. Жарайды, түсінемін ғой. Жақсы, мен сабаққа кеттім. Сендер көктем аруына қатысайын деп жатырсыңдар ма? Әрине. Онда бас жүлдені сендер алатындарыңа сенімдімін. Әрине бұлар алады. Өйткені біздің сыныптағы ең әдемі қыздар осы ғой. Сендер әлі біздің жаңадан алған көйлегімізді көрген жоқсыңдар ғой? Өте әдемі. Бас жүлдені өзіміз алатынымызға сенімдіміз. Әрине сендер аласыңдар. Мәссаған. Мен сендерге қолдау білдіремін. Мен де. Бәріміз сендерді қолдаймыз. Бірақ олардың ішінен мен алатын сияқтымын. Бәлкім мен алып қалармын. Алмаған бәрібір. Сәлем, қыздар. Ал сен көктем аруына қатысайын деп жатырсың ба? Мен ол қатысады дейсің деме? Киетін киімі жоқ. Мен де қатысамын ғой. Иә. Бұрынғы ескі киіміңмен қатысатын шығарсың, иә? Жоқ, менде жаңа киім бар. Сонымен мен саған қолдау білдірем. Мен де саған қолдау білдірем. Иә, көктем аруына қатысатын қыздардың бәрінде жаңа көйлек бар, ал менде жоқ. Әлде қатыспай-ақ қояйын ба? Бірақ олар мені тағы мазақтайды ғой. Қатысам деп айтып қойдым. Не істеймін өзі? Бір амалын табу керек. Ой, мен қолымды жууды ұмытып кетіппін ғой. Ой, шаршап кеттім ғой. Қызым, ыдыстарды жуып қойдым ба? Иә, анашым, жуып қойғам. Енді... Қызым, не болып қалды? Бетіңдегі не? Не болып қалды, анашым, қайдағы? Айнаға қарашы. Мәссаған, анашым, мынау не? Не болып кеткен? Анашым, мен ертең көктем аруына қалай қатысам? Анашым, мынау не? Менде аллергия ештеңе жоқ еді ғой. Сен бір нәрсе жеп пе едің? Иә, жаңа қатарлақ картоп жегенмін. Қызым, саған жеуге болмайтынын білесің ғой? Мынау не енді? Анашым, мен енді қалай қатысамын? Мынаны жусаң кете ме? Жоқ, кетпейді. Бұны енді қалай кетіреміз, а? Анашым, көктем аруы ертеңге дейін мынаны кетіріп үлгере алмаймын ғой? Бәлкім қатыспай-ақ қоярсың, а? Жоқ. Ой, сыныптастарыма мазақтайтын жақсы сылтау табылды. Мынау не енді?
Мен ұсқынсыз болып қалдым ғой. Қызым, олай демеш. Сен әдемісің. Жай ғана мынау аллергиядан шығып кеткен. Уайымдама, ертеңге дейін кетіп қалар. Болды. Көктем аруына көйлек жоқ. Бетім болса мынау. Менің өмірі жолым болмады. Қызым, қойшы енді. Анашым, мынаған жағатын енді бір нәрсе бар ма? Негізі үйде бұған ешқандай дәрі жоқ. Бітті. Мен енді қатыспаймын. Қазір мен дәрі алып келейін. Болмаса сен жатып демал. Бәлкім ертеңге дейін кетіп қалар. Бұл кетпейді, мен білем. Не болып кетті мынау өзі? Бетім өте жаман болып тұр. Бұл ертеңге дейін кетпейді. Шіркін. Мен ең әдемі көйлек алып, шашыма жаңа шаш үлгісін жасап, бетімдегілер кетіп қалса ғой. Көктем аруында жеңімпаз болсам, бірақ оның бәрі маған арман. Мерей? 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 Сен кімсің? Кет, жолама. Тынаш. Сен кімсің өзі? Жолама. Бұл менің түсімбе не болып кетті? Мерей, тынаш. Сен кімсің өзі? Шашыңа не болып кеткен? Мен өзім сондаймын. Мерей, мен сенің досыңмын. Мен сенің арманыңды орындаймын. Арман? Мерей, білесің бе? Сен кеше жастық сұрап едің ғой. Ал сол жастықты мен саған әкеліп бердім. Сонда... Бұл сонда шын ба? Сен менің шынымен де қалауымды орындайсың ба? Иә. Сен жаңа не тілегеніңді мен білем. Не тіледім? Сен көктем аруына әдемі көйлек және бетіңдегінің жазылып кетуін, ал көктем аруында жеңімпаз болуыңды қаладым. Иә? Ал мен сенің қалауыңды орындаймын. Бұл сен шынымен де орындайсың ба? Әрине. Бірақ қалай орындайсың? Мен бәрібір де жеңімпаз бола алмаймын, оны білем. Мерей, сен уайымдама. Бұл өтірік, мен сеніп тұрған жоқпын. Жарайды, сен бірінші ұйықтап демалып ал. Ал одан кейін өзің көресің. Жарайды, қайырлы түн. Қайырлы түн.